Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздер тірі ағзаларды жүйелеу бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктермен танысу. Оқушылар, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін сипаттау. Осы оқу мақсатына сәйкес бүгінгі сабағымыздың мақсаты: бірінші, омыртқалы және омыртқасыз жануарларды ажырату. Екінші, омыртқалы және омыртқасыз жануарларға тән негізгі анықталатын белгілері бойынша сипаттау. Үшінші, омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың атын атап, құрылысы ерекшеліктермен танысу. Жақсы. Өткен сабақта айтып өткендей, жануарларды біздер үлкен екі топқа бөліп жіктейміз. Олар бір жасушалылар және көп жасушалылар. Бір жасушалылар немесе қарапайымдылар денесі бір ғана жасушадан тұратын тірі ағзалардың түрі. Бұлар бір ғана жасушадан тұрғанымен дербес тіршілік ететін тұтас организм. Олардың негізін бір немесе сирек жағдайда екі ядросы бар цитоплазма құрайды. Денесі бір ғана жасушадан тұрғандықтан, бұл жануарлардың түрін бір жасушалылар деп атайды. Келесі, денесі екі немесе одан да көп жасушалардан тұратын жануарлар тобы көп жасушалылар деп аталады. Осы көп жасушалылар үлкен екі топқа жіктеліп қарастырылады. Бұлар омыртқасыздар және омыртқалылар. Омыртқасыз жануарлар дегеніміз сәулелі симметриялы екі қабатты, яғни қос қабатты жануарлар жатады. Олардың денесі екі ұлпадан тұрады. Дененің сыртынан қаптайтын эктодерма және ішкі мүшелерді қалыптастыратын энтодерма қабаты. Бұл жануарларға біздер жалпақ, жұмыр, буылтық құрттарды, буын аяқтыларды, ұлуларды және тікен терілерді жатқызамыз. Омыртқасыздардың ішкі қаңқасы болмайтын жануарлардың тобы. Келесі, омыртқалылар. Омыртқалылар дегеніміз екінші атауы желілілер. Бұлар екі жақтаулы симметриялы алуан түрлі жануарлар тобы. Жер бетінде қазіргі кезде омыртқалылардың 40 мыңға жуық түрлері белгілі. Дамуының әртүрлі кезеңінде осьтік қаңқа желісі болады. Олар барлық тіршілік ортасында құрлық, топырақ, ауа, тұщы және теңіз су айдындарында таралған. Енді омыртқасыздардың шұбалшан, ұлу және жәндік деп аталатын түрлеріне тоқталып кетейік. Шұбалшан. 9 мыңдай түрлері белгілі. Олар буылтық құрттар типіне жатады. Теңіздерде, тұщы су қоймаларында және топырақта мекен етеді. Ұлу. Ұлулардың денесі бақалшақпен қапталған. Денесі жұмсақ болып келеді. Олардың түр құрамы 130 мыңға жетеді. Жәндік. Сан мөлшер жағынан ең көп таралған жануарлар класы. Олардың 1 миллионнан астам түрлері бар. Құрлықта, суда, ауада, алуан түрлі ортада тіршілік етуге бейімделген. Омыртқалылар. Солардың ішінде омыртқалыларға жататын балықтар. Балықтардың денелері қабыршақтарымен қапталған су омыртқалылары болып табылады. Бұлардың тыныс алу мүшелері желбезектер. Келесі омыртқалылардың түрі қосмекенділер. Олардың көпшілігі даму цикліне байланысты суда немесе құрлықта тіршілік етеді. Олардың 2500-ге жуық түрі бар. Келесі омыртқалы жорғалаушылар.
Алғашқы құрлықтық омыртқалы жануарлар. Оларға кесірткелер, жыландар, тасбақалар, қолтырауындар жатады. Суда да, құрлықта да тіршілік етеді. Келесі омыртқалылар құстар. 8 мыңнан астам түрлері белгілі. Денелері мен қауырсынмен қапталған, алдыңғы аяқтары қанатқа айналған. Келесі омыртқалы сүтқоректілер. Ең жоғары құрылымды омыртқалы жануарлар. Оларға балаларын тірі туу және сүтпен асырау, жоғары дәрежелі жүйке жүйесі мен жоғары деңгейлі зат алмасу процестері тән. Олай болса, оқушылар, келесі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кім жылдам? Берілген жануарларды топтастырып жазыңыздар. Бірінші тапсырманы орындау барысында міндетті түрде дескрипторды негізге аламыз. Яғни білім алушы омыртқасыз жануарларды анықтап жазады және омыртқалы жануарларды анықтап жазады. Кім жылдам тапсырмасын орындап болсақ, тексеріп жіберейік. Омыртқасыздарға құмырсқа, жауын құрты, кесіртке, көбелек, маса, өрмекші, шаян, теңіз жұлдызы жатады. Ал омыртқалыларға оқушылар кептер, ит, кесіртке, жылан, маймыл, балық, қой жатады. Жақсы, оқушылар, енді омыртқалы және омыртқасыз жануарларға салыстырмалы сипаттама жүргізіп өткізсек. Белгілері: қаңқа. Омыртқасыздарда қаңқа сыртқы қаңқа болып келеді, ал омыртқалыларда ішкі, яғни хорда омыртқа болады. Сол себептен бұлар омыртқалылар деп аталған, оқушылар. Келесі жүйке жүйесі. Омыртқасыздарда түйінді немесе шашыраңқы типті болады, ал омыртқалыларда түтікше тәрізді ми жұлын болып табылады. Келесі белгілері: тыныс алу мүшелері. Омыртқасыздарда тыныс алу түтікшесі, трахея, желбезек, өкпе болса, ал омыртқалыларда желбезек, өкпе, тері болады. Жүрегінің құрылысы мен орналасуы. Омыртқасыздарда денесінің артқы жағында орналасқан бір қуысты немесе көп қуысты болатын болса, омыртқалыларда құрсақ бөлігінде орналасқан 2, 3, 4 қуысты жүрек болады. Келесі қан айналым жүйесі. Омыртқасыздарда ашық, болтық құрттардан басқаларында, ал омыртқалыларда тұйық қан айналым жүйесі болады. Келесі сезім мүшелерінің орналасуы. Омыртқасыздарда дененің әр бөлігінде болса, ал омыртқалыларда дененің бас бөлігінде орналасқан. Жақсы, оқушылар, келесі назарымызды екінші тапсырмаға аударайық. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлар мен оларға тән сипаттамаларды сәйкестендіріңіз. Алдымызда берілген ақпараттарды омыртқасыз жануарлар және омыртқалы жануарлар деп сәйкестендіреміз. Бұл тапсырманы да орындау барысында оқушылар міндетті түрде дескрипторды негізге аламыз. Білім алушы омыртқасыз жануарларға тән белгілерді анықтайды және омыртқалы жануарларға тән белгілерді анықтайды. Жақсы, оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, тексеріп жіберейік. Бірінші, омыртқасыз жануарлар. Олардың ішкі қаңқасы болмайды. Сезім мүшелері дененің әр бөлігінде орналасқан және оларға медуза, губка, ұлу, дафния тағы басқалар жатады.
Келесі, омыртқалы жануарлар екі жақты симметриялы болады. Олардың екінші атауы желілілер және сезім мүшелері бас бөлігінде орналасқан, және оларға бақа, құстар, аю, қолтырауын тағы да басқалары жатады. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша өз-өзімізді бағалап жіберейік. Менің бүгінгі сабақта түсінгенім, осы сабақта түсінген ақпараттарыңызды жазасыздар. Келесі, менің түсінбей қалғаным, осы сабақ бойынша түсінбей қалған ақпараттарыңыз болса жазамыз. Келесі, мен келесі сабақта білгім келеді. Келесі сабақта қандай ақпарат туралы білгіңіз келеді, соны жазасыздар. Жақсы, жазып болса, оқушылар, үйге тапсырма. 11-ші параграфты түсініп оқу және 52-ші бетте берілген 3-ші тапсырмадағы кестені дәптерге сызып алу. Жақсы. Олай болса, сіздерге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.